Сәлем оқырман, қызыл пияз несімен пайдалы? Қызыл пияз бай құрамы арқасында тұрақты пайдалану денсаулық жағдайын жақсартады. Витамин мен минералдың көзі. Арнаны 96% оқырман тіркелусіз қарайды екен. Менің еңбегімді бағалап арнаға тіркеле кетіңіз. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. 100 грамм қызыл пияз құрамында бета-каротин, витамин К, витамин С, витамин В3, В4, В5, В6, В9, кальций, селен, темір, магний, мед, цинк, фосфор, калий, натрийге бай болып келеді. Осы микро-макро элементтер және витаминдер келесі жағдайларға көмектеседі. Инсульт қаупін төмендетеді. Жүрек қан тамыр ауруының даму қаупін азайтады. Жаман холестерин жиналуын болдырмайды. Адам ағзасын сауықтырады. Иммунды жүйе жұмысын жақсартады. Қандағы қант деңгейін төмендетеді. Ісік аурулар даму қаупін азайтады. Нерв жүйесі жұмысын жақсартады. Аллергия симптомын азайтады. Ағзадағы артық сұйықтықты шығарады. Бауыр мен бүйрек жұмысын жақсартады. Осы қызыл пияздың әйел ағзасына пайдасы жөніне тоқталайық. Қызыл пияз құрамындағы элементтер әйел ағзасына жағымды әсер етеді. Күнделікті тамақтану рационына қосу келесі жағдайларға көмектеседі. Репродуктивті жүйе жұмысын реттейді, киста түзілуді тоқтатады, қабыну процесін басады, гормональды фонды реттейді, етеккір циклын реттейді, тері жамылғысы жағдайын жақсартады, тырнақты нығайтады. Жүктілік кезінде медицина мамандары қызыл пиязды күнделікті рационнан алып тастауға кеңес бермейді. Болашақ ананың бұл тағамды күнделікті тұтынуы жедел респираторлы вирусты инфекция даму қаупін төмендетеді, стреске түсуді азайтады, ісіктен арылтады. Келесі емізуші анаға қолданылу. Ал осы периодта қолданудан бас тартуға керек. Бала дәрігері пікірінше, пияз құрамындағы бөліктер ішек шаншуы дамытуы мүмкін. Ол бала жағдайының мазасыз болуына әкелуі мүмкін. Бала дәрігері қызыл пиязды рационға бала 6 айлығынан бастап қосуға кеңес береді. Басында аз мөлшерден бала жағдайын бақылап отырып қосқан жөн. Қызыл пияздың балалар үшін пайдасы. Қызыл пияз бала ағзасы үшін пайдасын бағалау қиын. Ол сүйек тіні мен сау түс құрылуына әсер етеді. Одан басқа тұрақты бұл өнімді пайдалану бала иммунитетін нығайтады, стреске төзімділікті төмендетеді, аллергиялық реакция даму қаупін төмендетеді. Бұл өнімнің пайдасына қарамастан, бала дәрігері бала рационына сақтықпен қосуға кеңес береді. Арықтаудағы рөлі. Қызыл пиязды диеталық менюге қосу келесі жағдайға көмектеседі. Зат алмасуды тездетеді, холестерин деңгейін төмендетеді, асқазан ішек жұмысын жақсартады, су тұз алмасуын реттейді, ағзадан артық сұйықтықты шығарады. Келесі қант диабетінде қолданылуы. Медицина мамандары қант диабетімен зардап шегетін науқастарға қызыл пиязды күнделікті рационға қосуды ұсынады. Тұрақты тұтыну қандағы қант деңгейін төмендетеді, ағзадан нашар холестеринді шығарады, шлактар, токсиндерді шығарады, артық салмақты азайтады. Қызыл пиязды жүйелі пайдалану қант диабетімен ауыратын адамдарды қорғайды. Мына жағдайлардан суық тиіп аурудан, ағзаның вирустарға қарсы тұруын күшейтеді. Авитаминоз ағзаны көптеген витамин және минералдармен қанықтырады, ісік түзілудің алдын алады. Қызыл пияздың гликемиялық индексі 15 единица. Деніңіз сау болсын.